Сәлем достар! Бүгін сіздермен агрессиядан құтылу жолдары жайлы айтатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Адам бойындағы агрессия мәселесі қазіргі біздің қоғам үшін ең маңызды мәселелердің бірі. Ашу мен ыза біз қалаған нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Сонда да оны дер кезінде тоқтату әркімнің қолынан келе бермейді. Адам ашуын келтіретін жағдайларға тап болған кезде қалай сабыр сақтауға болады? Бірінші, тыныс алу. Бұл барлық адамның қолынан келеді. Ашу дұшпан, ақыл дос дегендей, дұшпаныңызды жеңуді қалайсыз ба? Ендеше терең тыныс алыңыз. Қаныңыз басыңызға теуіп, қайнап келе жатқан алғашқы минутта осы әдісті есіңізге ұстағаныңыз дұрыс. Болған жағдайды жеңіл қабылдауға, барлығының да өткінші екенін өзіңізді сендіре біліңіз. Екінші, өзіне сенімсіз, үмітсіз ойдың орнына бойыңызға сенімділікті ұялатып, нашар ойды керісінше алмастырып көріңіз. Мәселен, қолымнан ештеңе келмейді, мен басқалар сияқты істей алмаймын деген ойыңызды, бұл іс менің ызамды келтірді, бірақ ашулану дәл қазір маған пайда әкелмейді. Керісінше істі одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін деп ойласаңыз, өн бойыңызбен көтеріліп келе жатқан қызу қаныңызбен сабасына түсесіз. Тыныштандырушы терең дем алу техникасын меңгерген болсаңыз, сан саққа жүгірген ойыңызды бір бағытқа топтап алуға мүмкіндік бар. Үшінші, жазыңыз. Пікіріңізді өзгерту мен агрессияны бостандыққа шығарудың ең жақсы тәсілдерінің бірі жазу. Мүмкін дәл осы кезде, яғни ашу ыза бойыңызды кернеген кезде жазуға қолыңыз бармас. Дегенмен, не болып жатқанын, не істеп жатқаныңызды қағазға түсіруді әдетке айналдырсаңыз, сізге көмектесетінін аңғарасыз. Бүкіл ашу ызаңызды, жаман ойыңызды, барлығын ақ қағазға түсіріп, жеңілдегеніңізді байқаңыз. Егер қаласаңыз, сол қағазды жыртып тастаңыз, немесе өртеп жіберіңіз. Ашуыңыз сол кезде ақ тарқайды. Ашуды бойыңызға ұзақ уақыт бойы жинамай, дер кезінде құтылыңыз. Төртінші, өзіңізге кішкене уақыт беріңіз. Ашу келгенде ақыл шығып кетеді деген сөз бар. Өзіңізді барынша қолға алып, ашуды сізді қоршап алуына жол бермеңіз. Егер жағдайды барынша терең түсініп алу үшін біраз уақыт жұмсасаңыз, нәтижені сезінесіз. Бесінші, езуіңізге күлкі үйретін сәттерді еске түсіріңіз. Ашуланып тұрған адам әзілді қайдан ойласын? Көкейіңізге бірінші келген сұрақ осы шығар. Алайда, дәл сол сәтті өзіңізде тым құрғанда балалық шағыңыздағы тентектігіңізді еске алуға болады. Бұл да біраз босаңсуға көмектеседі. Алтыншы, ашуды қимылдау арқылы жеңуге болады. Мысалы, жаттығу жасасаңыз, ойыңыз өзгере бастайды. Терезеге қарасаңыз, далада не болып жатқан көңіліңізді соған аударасыз. Ақылға сыймайтын әрекеттер жасаңыз, өзіңізді ертегі кейіпкерінің орнына қойып көріңіз. Дене еңбегімен айналысыңыз, жүгіріңіз, немесе жаяу таза ауада серуендеңіз. Сізге басқаларға шашылуы тиіс болған артық энергиядан, ішкі мазасыздықтан арылуға көмек беретін әр түрлі істермен шұғылданыңыз. Ашуыңызды қимыл қозғалыс арқылы босатыңыз. Жетінші, мәселеңізбен бірге ұйықтаңыз. Шаршағаныңызды сезіп тұрған болсаңыз, ешқандай мәселені шешуге ұмтылмаңыз. Ұйқы келіп тұрғанда таңертең оянған кезде айтпайтын артық сөздерді айтып қоюыңыз мүмкін. Яғни, ұйқыны бұзуда адамның ашуына себеп бола алады. Сондықтан, ұйықтап тұрғанда ашуыңыздың басылуы әбден мүмкін. Сіз ашуыңызды басқара аласыз.
Жақсы жаңалық, егер қаласаңыз, сіз ашуды шынымен басқара аласыз. Сіз өз үлесіңізді аздап жасауыңыз керек. Сонда сіз кейде бақыланбайды деп ойлайтын эмоцияларды да басқара аласыз. Келесі кеңестерді жіберіп алмаңыз. Ашулануды басу кезінде релаксациялық музыкалар тыңдау немесе кино, бейнелер тыңдау өте маңызды. Ойыңызды бөлу үшін релаксациялық музыкаларды тыңдау арқылы өзіңізге тыныштық орната аласыз. Таза ауаға серуендеу. Ашуланып тұрған кезде дереу сыртқа шығып, таза ауамен демалып, терең тыныс алған дұрыс. Яғни сіздің ашу ызаңызды ауаның таза демалысымен өзіңізді басуға болады. Ашулануды басудың тағы бір тәсілі бұл су ішу. Бір стакан салқын судан ішіп, өзіңіздің ашу ызаңызды басуыңызға болады. Қандай да бір жағдай болмасын, ашулану кезінде одан шығатын жол бар деп ойлаңыз. Өзіңізді сабырға шақырыңыз. Ашу үстінде жіберілген қателіктеріңізді өзіңіздің есіңізге салып тұрыңыз. Осылайша ашу сізді жеңе алмайды, ал сіз керісінше ашумен күресетін боласыз. Агрессияны басу жөнінде айтылған кеңестер сіздерге пайдалы болған болса, арнамнан алыстамай тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сіздермен бірге болған Психо Бум арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.